Құрметті достар, құрметті біздің YouTube арнамыздың көрермендері, біздің кезекті подкастымызға қош келдіңіздер. Айта кетейік, бұл подкаст бізде Ақтөбе тарих KZ, Ақтөбе тарихын бірге жаңғыртайық жобасы аясында өтіп жатқан, яғни тарих толық деп аталады. Бұл жерде біз волонтерларды шақырып, сол волонтерлардың өзінің волонтерлік тәжірибелерімен, сол өз ойларымен бөлісетін боламыз. Бүгінгі біздің, мен сіздің атыңызды сұрамақпын. Менің атым Жанайым. Жанайым, иә? Все хорошо. Медик волонтердің жетекшісің. Медик волонтердің жетекшісі. Жетекшісі, иә? Все хорошо. Қайттан бастау керек. Сәлеметсіздер ме, құрметті біздің YouTube арнамыздың көрермендері, біздің кезекті подкастымыз сіздің назарларыңызға шықты. Біздің жалпы айта кетерлігі, бұл жоба Ақтөбе тарихын бірге жаңғыртайық тарих KZ жобасы аясындағы тарих толық деп аталатын подкаст болады. Жалпы бүгінгі біздің қонағымыз бұл подкастта негізі осындай кереметтей волонтерларды шақырып, біз олардың волонтерлік тәжірибесін, өмір сүрген жолын, жалпы сол волонтерлік саладағы көптеген қызықты сәттерін біз айтатын боламыз. Бүгінгі біздің қонағымыз Ақтөбедегі медицина бағытында ең сондай бір жақсы жұмыс жасап келе жатқан, қазіргі таңның өзінде өте керемет жұмыс жасап келе жатқан осындай медик волонтер деп аталатын топтың жетекшісі Жанайым Бекеш. Жанайым Бекеш, қош келдіңіз біздің подкастымызға, біздің осындай кереметті жобамызға. Қайырлы таң дейміз ғой енді, қайырлы таң. Ең әуелі бірінші сұрағым, өзіңіз жайында таныстырып өтсеңіз біздің подкасттың көрермендеріне, қай жақтың тумасысыз, қай жақта оқып жатсыз? Енді бізде Ақтөбеде әрине Оспанов қой, медицина бағыты бойынша. Десе де сондай өзіңізді жалпы қысқаша таныстырып өтсеңіз. Менің аты жөнім Бердібекқызы Жанайым. Өзім қазіргі таңда Марат Оспанов атындағы медициналық университеттің 3-ші курс студентімін. Байғайын ауданының тумасы болып келем. Қазір жасым 18-де. Қазіргі таңда осы медик волонтердің жетекшісі болып қызмет етудемін. Жалпы мектеп жасынан бастап осы волонтерлыққа қызығамын, волонтер боламын деген сияқты ниет болды ма? Әлде университеттен бастап па тек қана? Мен жалпы мектеп жасынан бастап қатысамын. Мен 9-шы сыныптан бері қоғамға қызмет атты волонтерлік қоғамда болғанмын. Одан кейін осы жолымды жалғастыру мақсатында біздің университет жанынан құрылған осы волонтерлік ұйымға кірдім. Содан қазір 2 жыл қызмет еттім және де қазіргі таңда енді жетекшілік жолына келдім. Яғни сіз мектеп жасынан бастап осы волонтерлік топтасыз. Енді мектеп жасында волонтерлік топта болудың, жаңа университетте волонтерлік топтында болудың қандай айырмашылықтары бар жалпы? Жалпы ең бірінші айырмашылығы ол сала бойынша. Біз мектеп кезінде енді өзіміздің жасымызға сай, өзіміздің ортамызға сай, ол кезде біз қоғамдық, әлеуметтік мәселелер бойынша жұмыстандық. Мысалға сенбіліктерге қатысты, көмектесу, қарттардың үйіне бару деген секілді. Қарттар үйіне бару, сонымен бірге жалғыз тұратын қарттардың үйіне барып көмектесу, сон жаңағыдай мектеп ішінділік жұмыстарды атқардық. Ал қазір біз енді университет болғаннан кейін, жоғарғы оқу орны, сонымен бірге бұл ерекше сала медицина саласы болғаннан кейін, біз қазір қоғамдық немесе әлеуметтік қызметтерде емес, көбіне медициналық салаларда жұмыс жасаймыз. Профилактика бойынша болсын, паллиативтік көмек бойынша болсын. Яғни бұл жерде сала бойынша өте көп айырмашылық бар. Және де оның алатын жаңағыда арқалайтын жүгі де екі түрлі. Енді мынандай сұрақ, бізде енді мектепте енді жалпы айырмашылық дегенде де мектепте мысалы сіздер енді жетекші болады, сіздерде бәрібір мұғалім болады, ол жерде дейтін, және де енді сіздерді қарайтын адам болады. Университетте ол менің ойымша кішкене де болса да өздеріңіз, яғни самоуправление дейді ғой, яғни өз-өзіңіз басқару көбірек болады сияқты, иә. Өздеріңіз шешім шығарасыздар, өздеріңіз жаңа волонтерларды қабылдайсыздар, набор жинайсыздар, иә, өздеріңіз. Бұл жағынан келгенде кішкене университеттегі волонтерство более еркінірек дейміз ғой, яғни өздеріңіз жаңағы клубты құрасыздар, клубты ашасыздар деген сияқты, иә. Осы жағынан айырмашылық бар сияқты менің ойымша. Бірақ енді бізде деген набор емес, бізде отбор болады. Себебі біз медицина саласы бойынша болғандықтан жұмыс жасай алатын қабілетті жандарды, студенттерді алғымыз келеді. Ал жаңағы неде біздің мектебімізде ол жерде көбірек еркін болды. Ол кезде біз еркелей алдық, ол кезде біз мұғалімдерге ойымызды айта алдық. Ал бұл кезде сіз өзіңізбен қатар адамдармен жұмыс жасайсыз. Сіз үлкен жасты және жетекші емес, сіз өзіңіздің қатарыңыздағы адамдарыңызға түсіндіру керек боласыз. Ол жерде өз қатарыңызбен жүрген адамдарға бас болу, олардың ойларымен барлық ойды бірге біріктіру қиын болады кейде. Керемет. Жаңа сөзіңіз айтып кеттіңіз, набор емес, отбор болады деп айттыңыз, иә, медик волонтерлар тобына.
жалпы отбор қалай жүреді, сол жайында айтып өтсеңіз. Жалпы Қашан жүреді? бізде- Мүмкін біздің көрермендердің арасында 11-ші сынып бітіріп Оспановқа түсем деп жатқан оқушылар бар шығар. Бізде отбор жалпы 2 семестрдің бас жағында болады, яғни қазан айларында, қараша айларында және де ақпан мен наурыз айларының арасында өткізіледі, бір уақытта таңдалып. Біздің ұйымға тек қана Марат Оспанов атының студенттері ғана қатыса алады. Ол жерде бізде сұрақтар болады, көбіне логикаға байланысты, өйткені бізде бірінші курс студенттері ол медицина саласы бойынша белгілі бір сұрақтарды білмеуі мүмкін, яғни бір сағла бойынша. Бірақ олар енді медик студент болғаннан кейін олардың сезімі бар, эмпат болады олар. Соған байланысты біз олардың логикасын тексереміз. Мысалға, сіздің алдыңызда адам құлап қалды, сіз қалай қызмет етесіз деген секілді. Сіз мысалға кейбір адамдар болады бізде өте ойланып тұратын. Мен бірінші қасымдағы адамға 100-ті шақыр деп айтамын, содан кейін мен көмек көрсетемін мынау қасқа дейтін. Ал бір адамдар болады көбіне қобалжитын, олар деген мен көмек іздеп кетемін деп айтады. Яғни ол жерде ойланып не істеуі мүмкін. Ой ұшқырлығына байланысты біздің студенттеріміз. Өйткені біз енді неше түрлі жағдай болады. Біз төтенше жағдайда да жүреміз. Біз артериялық қан қысымында өлшейміз, қанда тапсырамыз, жаңағы акцияларды өткіземіз. Ол жерде науқастарда әртүрлі адамдар кездесуі мүмкін жалпы қоғамда. Соған байланысты біз шыңдалған студенттерді шығаруға ғана тырысамыз. Кейбір бізде студенттер барлығы бірдей емес әрине. Кейбіреу ата-анасының несімен айтуымен түседі, кейбіреу жан қалауымен түседі. Бізде көбіне жан қалауымен түскен студенттер. Олар жаңағы науқастарға, адамдарға, қоғамға қол ұшын тигізгісі келетін ғана адамдар болғаннан кейін, олар студент осы медик волонтердің қатарына қосылғысы келеді. Сол арқылы біз іріктеу жасаймыз. Дұрыс, яғни жағдаяттар беру арқылы арнайы осындай болып қалды, сіздің неңіз қандай, шешіміңіз қандай, іс-қимылыңыз қандай деп, сол арқылы сіздер яғни отбор, яғни іріктеу өткізесіздер. Керемет. Енді мадан бері медик волонтер деп жатырмыз ғой. Жалпы медик волонтердің тарихына тоқталайықшы. Қашан құрылды? Қазіргі таңда қанша өзінің волонтерлары бар? Соңғы осы 25 жылы мен білемін, бізде медик волонтер ең үздік волонтерлық топ атанған болатын. Енді осы бойынша да біраз ақпарат беріп өтсеңіз, біздің көрермендерге қызық деп ойлаймын. Жалпы біздің волонтерлық ұйым 2013 жылдан бері қызмет етеді. Ол кезден бастап біз мейірім атымен құрылған болатынбыз. 2017 жылдан бастап медик волонтер атағына өттік, яғни атауын өзгерттік. Сол кезден бастап біз медициналық сала бойынша ғана қызмет ететін болып шештік. Оған дейін біз әлеуметтік, қоғамдық мәселелер бойынша да жұмыстанған болатынбыз. 2017-тен бері медициналық сала бойынша көбірек қызмет етіп келеміз, яғни бағытымызды біз толықтай бұрдық. Біз көбіне енді қазіргі кезде біздің құрамымызда 250-ден астам студенттер бар. Олар бірінші курс пен 6-шы курс арасындағы студенттер. Ол жерде бізде жалпы енді тек қана белгілі бір жасқа емес, олар бірінші курстан бастап қатыса алады бізге. Олар және де оларға шектеу жоқ. Универ несінде қабырғасында оқу кезінде олар біздің ұйымда, топта бола алады. Яғни ешқандай да шектеу жоқ. Ең бастысы жаңағыдай қиын кезде өзінің жаңағы ой ұшқырлығымен, өзінің жаңа медициналық тұрғыдан енді профессионализм дейміз ғой. Десе де қанша дегенде студенттер, бірақ десе де қазірден бастап онда сондай жағдайда өте сондай бір кәсіби деңгейден жақсы жұмыс атқаратын болса, біздің медик волонтерлар тобына сіздер қосыла аласыздар. Керемет. Жалпы енді өзіңізге тоқталайық. Байғайынның тумасымын дедіңіз, мектеп жасынан бастап волонтерлықпен айналысамын дедіңіз. Енді медик волонтерға қалай кірдіңіз, қалай білдіңіз, жолыңыз қалай басталды жалпы осы медик волонтердағы тәжірибелік, жалпы волонтерлық тәжірибеңіз? Жалпы мен бұл бірінші курстан басталған болатын. Бізде әрбір жыл сайын ярмарка, яғни жәрмеңке өтеді. Ол жерде бізде жаңағы студенттік ұйымдар өздерін таныстыратын болады. Бізде жаңағыдай ғылыми бар, және де университет жанынан құрылғандары бар. Ғылымида бізде жаңағыдай патоморфолог, көбіне анатомияға қатысты, сабаққа қатысты болады. Ал бізде университет жанынан құрылғандар, біздің волонтерлік ұйым, тағы да серпер деген секілді ғой, енді жаңағы ансамбльдер, би, дебат деген секілді. Сол жәрмеңкеде біз аралап жүріп, осы біздің волонтерлік ұйымның жаңағы несі атағы қатты болып тұрды. Өйткені біз енді жайлап аралап келе жатқан кезде қасында группадағы қыздарым бар. Сол кезде көбіне әрбір ұйымда бір 3-4 адам тұрды. Оларға келіп жатқан студенттердің саны аз болды. Бірақ олар көбіне кәмпитпен солай шақырып тұрды, брошюралармен. Ал солардан өтіп келген кезде ең соңында волонтерлік ұйым тұрды. Ол жерде адам деген көп, өте қатты шоғырланған, өзінің алып тұрған аумағы да бір 5 метрдей ұзын созылған, қасында манекендері бар, жетістіктері бар.
жаңағыдай студенттер қатты шоғырланып жатыр. Соны біз қызығып бардық сол жерге, не болып жатыр екен деп. Енді көп адам болғаннан кейін біз бірден жете алған жоқпыз ол жаңағы неге, ұйымның адамдарына қарата, жаңағыдай ұсынып тұрған адамдарға қарата көп уақыт тұрдық кезекте. Одан кейін барғаннан кейін жаңа жетістіктерін көру арқылы ол жерде бізде слайд шоу болды, қандай жұмыс атқаратынын көріп мен өзім қызықтым. Себебі менің қызықтырғаны ол жалпы сіздің 4-5 курста ғана клиникада көретін жұмыстарыңызды бұл ұйым сізде 1 курстан бастап үйретеді. Сізді 4-5 курста жаңағы ауруханаға, емханаға барсаңыз да жасатпайтын қызметтерді бұл студенттер бізде тренингтер, семинар арқылы ерте үйрететін болды. Сол арқылы мен қызығып бардым. Одан кейін бізді 2 күннен кейін отборға шақырды. Отбордың барысында бізде жағдаяттық сұрақтар қойылған болатын. Сол арқылы біз өттік. Содан кейін мен осы волонтерлік жолым басталған болатын. Бізде енді бірінші жылы маған жаңағыдай өте ауыр жол болды, өйткені жаңа орта, жаңа таныстықтар, өзім андай адаптация ұзақ жүрді дейсіз ғой. Ол өзім деген көп адамдарға сөйлесуге ұялатынмын мен ол кезде. Немесе андай маған көп шулы орта ұнамайтын. Сол кезде бұл студенттер маған жаңағыдай қалай айтсам болады, енді үйдің үлкені болғасын мен қорғанды, жаңа қорғауды деген көп көрсетпедім да, ал бұл студенттер мен ағам, апам сияқты болды. Бұлар мені қорғаштап жүрді, қастарына алып жүрді. Содан кейін бұл студенттерге мен көп үйреніп кеттім. Және де олармен көп жұмыс жасау арқылы біз жаңағыдай акцияларға қатыстық, жаңағы нелерде сауда орталықтарында тұрып біз адамдардың қан қысымын өлшедік, қант диабетімен қарсы күрес бойынша акцияларымыз болды. Сол кезде мен адамдармен жаңағыдай араласу арқылы мен адамдардан қорқу, қоғамға жаңағыдай араласуым жақсырақ болып кетті. Сол үшін бұл ұйым маған ыстық болып қалады. Керемет, шынымен де кәдімгідей аға апа сияқты болып қалды деп, сондай бір бауырмалық қой, бәрі әрине дұрыс айтасыздар. Енді сіздің бойыңызға волонтерлік не бере алды? Яғни әрине ол жақсы орта, жақсы достарды тапқан шығар, десе де өзіңіздің жеке дамуыңызға, жеке қасиеттеріңізге волонтерлік сала, осы сала әсер ете алды ма? Яғни мен айтқым келіп тұрғаным мынандай ғой, 1 курстағы сізбен қазіргі таңда сіздің қандай айырмашылықтарыңыз бар, соны айтып өтсеңіз. Мен ең біріншіден ашыла алдым, жаңа адамдармен таныса аламын қазір, қорықпаймын. Мен жалпы айтқан кезде өте қатты эмпат адаммын. Жүрегім қатты нәзік болғаннан ба, мен қатты қорқам, бір бастамаларды бастауға, немесе адамдармен сөйлесуге, олардың ауруы туралы, мысалы науқастармен сөйлесетін кезде жаңағыдай тыңдап қалатын болса, мен жүрегім қатты ауырып қалады. Жаңағыдай түр білдірмесем де мен ішімнен қан жылап тұрады да. Ал бұл мен ведик волонтердің қатарында жүріп, бұл адамдарда сіз қорқу емес, сіздің жаңағыдай мықты болуыңыз арқылы сіз науқастарға, басқа адамдарға, сіздің айналаңыздағы адамдарға күш бере алатыныңызды сездім. Яғни мен осы ұйымда жүріп мықтырақ болдым, және де жаңағыдай мықты болуым арқылы мен адамдарға да жаңағы көмегімді көрсете аламын. Сонымен бірге мен қазір жаңағыдай ашылдым көбіне. Бұрын жаңағыдай өзімнің енді мен оқуға ерте түстім, 16 жасымда түстім. Содан мен қатты ұялатын болдым қасымдағы адамдардан, жаңағыдай кішкентай болып олардың қасында жүруге. Қазір көбірек емес, олармен көп ашық сөйлесуге, және де біз енді әртүрлі жоғарғы оқу орындарынан емес, бір оқу орнынан болғандықтан олармен сабақ жөнінде де ашып сөйлесуге болады. Сондықтан мен жаңағы үлкен студенттегі аға апаларымның арқасында көбірек білімді бола алдым. Сол жағынан маған ұнайды, және де өзімнің мықты бола алғандығым. 1 курс пен 3 курс айырмашылығы солар. Яғни былайша айтқанда сіз кәдімгідей жеке тұлғаға айналдыңыз, өзіңіздің ойыңыз бар, адамдармен ашық араласа аласыз, сұхбат та беріп жатсыз. Оның өзі осы волонтерлік саланың бір жемісі деп білеміз, өйткені волонтерлік сала әрине адамды өсіретін сала. Ол жерде жаңа жақсылықты былай қойғанның өзінде әрине ол сіздің халықтан, жаңа емдеп жатқан адамдардан жақсылық аласыздар. Әртүрлі жаңағыдай мен көріп атам, жаңа соңғы нелеріңізде бізде керуен сети дейтін сауда орталығы бар. Осы жақта кәдімгідей қант диабетінен сөйтіп тексерген болатыныздар, тең негізде. Оның әрине өте үлкен сауапты істеп білеміз. Керемет. Енді жалпы волонтерлік салада жүргендеріңізге де аз болған жоқ. Осы бойынша енді өзіңізге қатты есіңізге қалған бір оқиғалар болса, бір акция бойынша ма, әлде бір жаңа өзіңіздеріңіз айтып отырсыз ғой, әртүрлі акциялар ұйымдастырамыз. Сол жерде өзіңізге қатты әсер еткен оқиға болса айтып берсеңіз, бізге қызық деп ойлаймыз ол зат. Жалпы менің ең есімде қалатын шарам ол біздің төтенше жағдай кезінде қызмет еткеніміз.
ол жерде біздің студенттеріміз алдыңғы шепте жүріп, біздің осы аға апаларымызбен облыстық көлемде қызмет еткен болатын. Сол кезде біздің жаңа студенттеріміздің жанкештілігіне мен қатты қайран қалдым. Біз ол кезде біздің ер балаларымыз, студенттеріміз, олар жаңағыдай орталықтарда, шет аймақтарда жаңағы су басып жатқан жерде жүрді, ал біздің қыздарымыз көбіне олар гуманитарлық көмекті жинаған болатын. Тамақ істедік біздер, біз заттарға бардық, сатып алуға бардық деген секілді. Біз универ ішінде қызмет етіп жүрдік. Сол кезде менің жаңағыдай қатты әсер еткені студенттеріміздің біздің өздерінің жанын қия отырып, басқа адамдардың өмірін құтқаруға деген өздерінің ішіндегі жаңағы үміт сыйлау деген мақсатта қызмет ететіндері маған өте қатты өзіме әсер етті. Одан кейін біздің тағы да қызмет ететініміз, біз нейрокоррекциялық орталықпен бірге жұмыс жасаймыз. Ол кезде бізде волонтерларымыз күнделікті кесте бойынша біздің жаңа нейрокоррекциялық орталыққа барып қызмет етеді. Сол кезде мен ең алғаш барғанымда бұл бірінші курстың аяғы болатын. Бізді аяқ астынан шақырды, бардық. Сол кезде менің жаңағыдай жүрегім қатты елжіреді. Жаңағыдай менің төртінші курста білетін сабағыма, баратын сабағыма мен осы ұйым арқылы бірінші курста барып көрдім. Мен ол жақта енді бізде аутизм балдар, ДЦП балдар, ЗПР балдар бар ғой, соларды көріп мен қатты жүрегім елжіреген болатын. Біздің енді ол кезде мен бірінші рет барғандықтан көп жұмыс жасай алмадым да, ал біздің үлкен студенттеріміз қызмет атқарды ол жерде. Бізге көрсетті, жүргізді, ЛФК, АФК сияқты. Сонда қандай қызмет атқарды, соны ашып айтып берсеңіз. Жалпы ол жерде бізде енді нейрокоррекциялық орталық болғаннан кейін балдарға сабақ болады ол жерде. АФК, ЛФК деген секілді, музыкотерапия, балаларға массаж жасайды, музыка үйретеді деген секілді. Олар енді ерекше балдар ғой. Көбіне интеллекттерінде бұзылу бар балалар. Солар бойынша біз жұмыстанамыз. Сол кезде біз мұғалімдердің қасында жүріп, балалардың жаңағы несін дұрыс жасап жатқандығын тексеріп жүреміз да. Сол арқылы біз үйренеміз. Көбіне массажды, жаңағыдай сол жақта қосымша үйренуге болады бізге. Сол кезде мен жаңағыдай енді ол балаларды бірінші рет көргендіктен мен қатты жүрегім жаңағыдай ауырып, өзім былай мен ойлайтын ол кезде бұндай балалар тек бізде біле аламыз түрі арқылы деп жаңағыдай. Ал ол кезде жаңағыдай бізде қалыпты адамдар сияқты ол балаларда да ерекшеліктер болды да. Сол кезде мен қатты жүрегім ауырды. Жаңа бұлай неге болды екен деген секілді. Ал біздің студенттеріміз ол кезде қатты ондай жаңа неге бермей, сезімге берілмей, олар балдарға көбіне жаңағы оқытуға, өздерін жаңағы не істеп кетуге, алға жылжып кетуіне көмектесіп жатқан кезде мен қатты таңғалдым оларға. Олар тек студент емес, олардың жұмыстары да бар, олар волонтер сонымен бірге. Сонымен бірге бұндай қызметтерді осы жастан бастап атқара алатынына мен қатты таңғалдым. Және де өзіме үлгі етіп не істеп алдым, сақтап алдым сол кезде. Керемет, керемет. Шынымен де былай қарасаңыздар, волонтерлық ол жалғыз бір сала емес. Сіздер енді медицина медик волонтер дегенмен де сіздерде әртүрлі шаралар болады. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, төтенше жағдай дедіңіз, тағы да басқа дедіңіз. Ол жерде де мысалы біз медицина бағыты бойынша ғана жұмыс жасаймыз деп отырып алған жоқсыздар. Сіздер де кәдімгідей басқа волонтерлар сияқты бір кісідей бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып деген сияқты кәдімгідей жұдырықтай жұмылып осы апаттың алдын алған болатынбыз. Дұрыс айтасыз. Ендігі сұрақ жалпы осы жерде өзіңіз жайында тағы да айтқым келеді. Бұл жерде жалпы не үшін волонтерлік таңдадыңыз? Яғни бұл жерде білесіз, өзіңізді ол ауыр сала, негізі түсінген адамға әртүрлі жаңағыдай кейде жақсылықпен қатар жамандықта келіп жатады, әртүрлі сіздерді түсінбей жатады, неге бұлар неге өстіп не істеп жатыр деген сияқты. Мүмкін қатарластарыңызда сондай сөздер естіген шығарсыздар, ол енді менің ойымша көре алмайтын адамдардың сөзі деп ойлаймын. Жалпы осындай жағдайлар болды ма өзіңіздің қатарластарыңыздан, достарыңыздан сондай не істеп жүрсің, одан да уақытыңды мен ұйықтамайын ба барып деген сияқты, немесе жаңағыдай ой ол бостан босқа уақыт өткізу ғой деген сияқты сондай болды ма? Жалпы осыны қалай шештіңіз? Олар бұл жағдай менің жалпы ортамда жиі кездесті менің бірінші курсымда. Себебі мен ол кезде сабақпен жүрдім, сонымен бірге жұмысым болды, және де волонтерлік ұйым болды менде. Ол кезде бізде бір апта сайын бізде шара болатын. Соған мен әрқашан жүгіріп жүретінмін. Сол кезде мен группаластарым, немесе достарым, класстастарым айтатын, өзің жанығып жүрген кезде бұндай шара не керек деп саған. Ал мен жаңағыдай ең қызық нәрсесі маған, мен кемел адам кітабы шыққан кезде өзім қалап алған болатын. Соның ішінде тапсырма болды бізде. Қоғамдық өмірге үлесіңіз деген секілді. Сол кезде мен жазғанмын бірден. Ертең мен универге түскеннен кейін мен бірден белгілі бір жаңағыдай ұйымға кірем деп волонтерлік. Сол кезде мен
жаңағы неге түскен кезде универге түскеннен кейін бұл нем туралы тапсырмам туралы ұмытып кеттім, бірақ аяқ астынан медик волонтерға кіріп кеттім. Одан кейін жаңағы жеке күнделігімді қарап отырғаннан кейін орындаған тапсырмаларымды, осы бір нені тапсырмамды жаңағыдай есіме түспей ақ жүрек қалауыммен жан қалауыммен орындағаныма қатты таңғалған болатынмын. Ол жерде тек волонтер болу жаңағыдай уақыт кетіру емес, ол жаңағы өзіңіздің ішіңіздегі мейірімділікті, жаңағы нәзіктікті, жауапкершілікті бөліп басқа да жаңа салаларда бірге атқару, басқа салаларда өзіңді ұштап көру секілді жаңа ішіндегі өзіңнің сезімің арқылы келесің бұл шараға. Сенің уақытың бар ма, жоқ па? Егер сенің ішіндегі жүрегің соны қалап тұратын болса, сіз ол салаға бәрібір де келесіз. Сіздің қанша уақытыңыз болмасын, немесе жаңағыдай белгілі жағдайлар болатын болсын, сіз бәрібір де ол шараны немесе салаға келесіз. Әрине. Енді жаңа айттым ғой, басында енді бірінші курста не істегенде группаластарыңыз, жұмыстастарыңыз мүмкін айтқан шығар, осылай не істейсің, одан да сабағыңды оқы, одан да жұмыс жаса, көбірек жұмыс жаса деген сияқты. Сол адамдардан қазіргі таңда ол адамдардың ойы өзгерді ме жалпы? Жалпы сол жайында айтып берсеңіз, қалай өзгерді? Ол кісілердің қазіргі ой өзгерді, себебі олар менің бұл ұйымнан көп алатынымды көрді. Себебі біз енді практиканы жоғары курста үйренетін болғандықтан біз теорияны оқып жатырмыз ғой қазір. Ал мен практиканы бұрында бірінші курсымда үйреніп кеткеннен кейін біздің өткізген тренингтеріміз арқылы теориямен қатар көрсеткенімнен мұғалімдерге қасымдағы группаластарым таңғалды оған. Менің достарым таңғалды. Жаңағы өйткені ол кісілер көбіне бұндай шаралар, ұйымдар менің сабағыма керісінше әсер етеді деп бұндай шаралар қатысқан жоқ. Бірақ менің қазіргі жаңағыдай жетістіктерім арқылы, біздің ұйымның жетістіктері арқылы олар бұндай шараның жаңағы кері әсер етпейтінін түсінді. Сол арқылы қазір жақсы ойда, олар қазір менімен көбіне мақтанып жүреді, жүрген жерлерінде айтып жүреді, біздің мұғалімдерімізге айтып жүреді, мынау біздің жаңа группаласымыз, бұл қазіргі біздің медик волонтердің жетекшісі деген секілді. Менің ата-анам да қарсы болды бұл шараға, жалпы ұйымға. Отбасың жайында сұрайын да тұр едім, бұл неге қалай жалпы көзқарастар қандай болды деп? Енді менің жалпы үйім сабақтан өте алыс жерде орналасқан. Мен 2 сағат, 1,5 сағат жүрем. Ал жаңағыдай бізде енді сабақ түске дейін болатын болғандықтан, бұл біздің шараларымыз сабақтан тыс уақытта болады. Ал мен жаңа сабаққа дайындаламын, одан кейін жұмысқа барам. Жұмысқа барып келгеннен кейін тағы да осы жаққа кеткен кезде әке-шешем жаңағыдай түрімді көреді да менің. Неге өзіңді қинайсың бұлай дейді. Жаңағыдай енді адамның түрі мен ішкі жан дүниесі екі түрлі эмоцияны айтуы мүмкін ғой енді. Мен бірақ қанша түрім шаршап тұрған болғанмен, мен қанша түрден моральды жеңілгеніммен, бірақ мен ішіндегі жаным, жүрегім бұл шараларды, бұл ұйымды қалап тұрғандықтан мен жаңағыдай оны кедергі көре алмадым. Әке-шешеме енді ата-анама түсіндірдім. Ол шараның қандай болатынын, бұл ұйымның қандай маған жаңа влиять ететінін түсіндірдім. Сол арқылы қазір маған ол кісілер көп сөйлемейді. Қазір түсінді дейсіз ғой, сіздің жалпы осы жолда жүргеніңізді. Жалпы енді қазірге дейін жалғастыруыңыз, осы волонтерлік салада жүруіңізге не мотивация? Көбіне бұл жерде жүру маған жаңадан келіп жүрген студенттердің талпынысы. Олардың маған жаңағыдай сырттан қараған кезде олардың жаңа қызығушылығы, маған апай осыны тағы көрсек бола ма деп тұратын ұмтылыстары маған қатты күш береді. Оларға көп шара ұйымдастыруға тырысамыз біз. Сонымен бірге біз көмектесетін науқастар, біз паллиативті көмекке барамыз ғой, ол жерде енді көбіне 4-ші стадиядағы науқастар. Паллиативті деген енді бізде кейбір түсінбеуі мүмкін шығар, ол енді медициналық термин ғой, соны ашып айтып берсеңізші. Паллиативті көмек дегеніміз бұл көбіне жаңағыдай өміріне үміт жоқ науқастар. Яғни ауызекі тілмен айтсақ, өлімін күтіп жатқан науқастар олар бізде. Олардың көбіне жаңағыдай нелері болмауы мүмкін, отбасы болмауы мүмкін, жалғызбасты болуы мүмкін, немесе балалары оларды жаңағы қарттар үйіне тапсырып кеткен адамдар болуы мүмкін. Сол науқастарға бізде көмектесу. Ол жерде жалғыз жаңа қарттар емес, 4-ші стадиядағы, яғни қатерлі ісікпен ауыратын науқастар да болады. Соларға біз психологиялық қолдау білдіреміз, қастарында жүреміз, тамақтануға, киінуге, жалпы қызмет көрсетуіне көмектесеміз ол жерде. Жаңа қан қысымын өлшеп отырамыз қасында. Сонымен бірге киімдерін ауыстыруға, төсек жайын ыңғайластыруға және де олармен сөйлесіп отырудың өзі оларға үлкен көмек болып саналады. Сол үшін біз жаңағыдай қастарында жүреміз. Сол кезде біздің науқастарымыз ол науқастардың жағдайын көргеннен кейін олар көп барғысы келіп тұрады. Ол жағдай жаңа адамдармен көбірек сөйлескісі келеді, олардың көбірек жаңа бата алғысы келеді қастарында жүріп. Олардың ата-әжелерінің, басқа науқастардың айтқан әңгімелері біздің студенттерімізге қатты ұнайды. Соған байланысты олар көбірек барғысы келеді.
ал жаңағы науқастардың сол кезде бізге айтатын жаңағы жақсы сөздері, баталары арқылы мен қатты шабыттандым. Оларға көбірек көмектесуді қалаймын. Олардың жаңағыдай осы өмірде қалуын қатты тілеймін, қастарында жүремін. Сол арқылы маған өте қатты мотивация болып саналады ол адамдардың сөздері және студенттердің көзқарастары. Керемет. Енді бізде мынандай проблематика бар ғой. Жалпы осы волонтерлік салада 10-11 класс оқушылары арнайы мақсатты түрде осы волонтерлікпен айналысады. Өйткені олар шетелге барғысы келеді, шетелде оқығысы келеді. Ал шетелде университеттерде волонтерлік саламен айналысу ол үлкен бонус. Түсуге барысында. Яғни бұл жерде мен айтпаймын ол кісілер, яғни бүйтіп тек қана сол для галочка жүр деп, бірақ десе де осындай мақсатта волонтерлікпен айналысу жалпы ол дұрыс па? Яғни мотивациясы дұрыс қойылған адамдар ма деген сіздің ойыңызша? Және де одан бөлек алғыс хат үшін, марапат үшін, әртүрлі жетістік үшін жүретін адамдар болады. Жалпы оған көзқарастарыңыз қалай? Жалпы жетістік үшін жүретін адамдар, олар көбіне артта қалып қоятын адамдар. Себебі олардың жан қалауы болмаса, жүректері ол дүниені қаламайтын болса, олар ол нәрсеге жете алмауы мүмкін. Немесе кейде деген енді для галочки жүрген кезде олар шапқылап жүріп көрініп қалуы мүмкін, сол арқылы алғыс хат алуы мүмкін. Біз алғыс хатты, жетістікті қызғанбаймыз. Олар бізге жаңа қоғамнан берілетін, халықтың алғысы арқылы берілетін дүние ғой. Олар алғыс хатты алса, олар жұмыс істеді деген сөз. Ал жұмыс істеген адамға біз ешқандай қарсылық көрсете алмаймыз. Олар жалпы ішіндегі өзінің менінен ұялмаса, намысынан ұялмаса, оны адамдарға мен ешқандай қарсылығым жоқ. Олар қызмет етіп жүр, олар жаңағы алғыс хаттарын, жетістіктерін ала берсін деген. Ал ол жетістікті алу үшін көбіне адамдарда жалғыз белгілі бір мақсат емес, оның ішіндегі жүрек қалауы да әсер етеді қатты. Мен айтқым келген ана ғой, чип қашып жүріп болады ғой. Иә. Бір көрінеді, жүреді, былай бүйтіп жұмыс істеп жүрген сияқты, бірақ тым да істемейді. Бірақ осындай алғыс хат алатын кезде, марапат кезде мен неге жоқпын, маған неге берілмеді, мен жүрмін ғой деген сияқты. Бізде енді волонтерлар бар деп өкінішке орай айтамыз. Соған көзқарасыңыз қалай? Өте нашар. Бізде ондай студенттер бар, кездеседі. Себебі олар докторантураға, магистратураға, немесе басқа қалаға оқуға түскісі келсе, немесе бізде шетелден Қытайға барып келуге болады, басқа жақтарға барғысы келген кезде бізден алғыс хат сұрайды осылай. Бірақ біз ол студенттерге көбіне бермеуге тырысамыз. Себебі олар тип қашып жүргеннің өзінде де мен енді жетекші ретінде болғандықтан мен барлық шараларда почти жүре аламын. Көремін мен студенттердің қай студент келді, қай студент қарап жүр, қай студент жасап жүр деген секілді. Ол студенттердің мен ара жігін ажырата аламын. Сондықтан мен көбіне тік болуға тырысамын, және де олардың қай жерде қателік кетіп тұр, соны көбіне жасырмай, өздеріне де айтып, өзіміздің ара қатынасымызды бірден қойып аламын, шекараны қойып аламын деген секілді. Олар соның кесірінен ертең бізден алғыс хат та сұрамайды, ешқандай жетістікке де қандай белгілі бір марапат алатын кезде де олар өздерін ұсына алмайды, себебі олар білді. Олар өзінің қандай болатынын бәрібір де іштей сезді, көріп жүр өзінің қандай мақсатпен жүргенін, және де қандай қызмет атқарғанында. Сондықтан ол адамдар көбіне бізде шет қалып жатады енді. Бізде кім жұмыс жасады, сол алады, кім лайықты, сол ғана бола алады. Ол енді сіздің жетекші ретінде принциптеріңіз ғой, Жалпы енді жетекші ұйымды басқару 5-6 адамның басын қосу қиын, енді тұтас ұйымды басқару одан да қиын менің ойымша. Бұл енді жан қалауыңыз дейсіз ғой, бұл сіз үшін ешкім сізге ақша бермейді, айлық төлемейді бұл жерде, Енді мен айтқым келіп тұрғаны, жетекші ретінде жалпы принциптеріңіз бар ма? Жетекші ретінде басқарудағы белгілі бір өзіңіздің лайфхактарыңыз болса, айтып өтсеңіз біздің подкастқа көрермендеріне. Жалпы ол лайфхак бізде біздің алдымызда жетекшіден бері келе жатқан лайфхак, бізде Google документ бар. Сол жерде қай студент қатысты, солардың аты жөндері жазылады. Сол арқылы біз ертең марапат болатын кезде де, белгілі бір сертификат алатын кезде де, ұсынатын кезімізде біз қарай аламыз сол жақтан. Біз Инстаграмға кіріп, немесе фотопленкаларды ақтарып отырмаймыз, кім болды, кім жоқ деп. Біз документ арқылы кімнің аты көбірек кездесті. Және де Инстаграм парақшамызға кіріп, біздің өзіміздің естеліктеріміз арқылы кім көбірек жұмыс жасап жүр, өйткені бізде мобилографтарымыз бар, әрқашан түсіріп алатын, көрсетіп түсіретіндер бар, көрсетпей түсіретіндер бар. Сол арқылы біз өзімізді студенттерімізді тексере аламыз. Яғни Google арнайы сол платформа арқылы сіздер жазып отырасыздар қатысымды, содан кейін сол бойынша сіздер өздеріңіз марапатқа ұсынасыздар. Өте керемет, менің ойымша, лайфхак өте жақсы жұмыс жасайды деп ойлаймын. Керемет. Қара жіберші, жазылып жатыр ма? Неше минут дейді? Все, хорошо.
Жалпы енді көп рахмет сізге біздің Сіздерге де. подкастымызға қонақ болып келіп, өзіңіздің тұшымды әңгімеңізді айтып, кеңестеріңізді айтып, өзіңіздің волонтерлік тәжірибеңізбен бізбен бөліскеніңіз үшін үлкен алғыс білдіремін. Осы жылы енді марапаттарыңыз тағы да құтты болсын. Волонтерлік топ ретінде алған жетістіктеріңіз өте керемет. Менің ойымша өте заслуженный деп айтамыз ғой. Сондай болды деп ойлаймын. Көп рахмет сізге біздің подкастымызға қонақ болып келгеніңіз үшін. Құрметті подкаст көрермендері, осымен біздің бүгінгі подкасттың кезекті саны аяқталды. Сіздерге үлкен алғыс білдіреміз. Егер соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазып, пікір қалдырып кетіңіздер, және де өзіңіздің медик достарыңызға жіберсеңіздер болады. Оларға өте қызықты болады деп ойлаймын. Сау саламатта болыңыздар.